сіздерме, құрметті мектеп басшылары және ұстаздар қауымы, баршаңызды келе жатқан жаңа оқу жылымен шын жүректен құттықтаймын. Бүгінгі таңда біз сіздермен қашықтықтан оқыту, бұл оқу процесінде мұғалім мен оқушының қашықтықтағы өзара әрекетіне байланысты әрбір пән мұғалімдері, әрбір ұстаздарымыз өзінің білімін жетілдіру үшін жан-жақты курстар оқыды. Сол курстарда оқыған білімдерімізді қашықтықтан оқыту ресурстары бойынша өз ойларымызды ортаға салғалы тұрмыз. Бүгінгі таңда мен сіздерге қашықтықтан оқыту ресурсы бойынша Google Classroom платформасы бойынша курста үйренген өзімнің платформам бойынша ой бөлісемін. Бұл платформада ұйымдастырылудың ең алғашқы кезеңдегі негізгі пайдасы төмендегідей болып тұр. Яғни біз бұл жерде өз сыныбымызды құру, оқушылармен қажетті оқу материалдарын бөлісу, оқушыларға тапсырмалар ұсыну, оқушылардың тапсырмаларын бағалау және оларды бақылау, оқушылармен қарым-қатынас ұйымдастыру кезеңдерінен тұрады екен. Біз бұны қайдан аламыз? Міне біз ол үшін бізге Google Chrome браузерін ашып, одан әрі Google қолданбалыларын қараймыз. Содан кейін кезекте мына жерде тұрған міне белдемшесін басу арқылы міндетті түрде таба аламыз. Бұны тек қана бұл компьютермен болмаса ноутбукпен ғана пайдаланбай, телефон арқылы да біз бұлай жүктеп алуымызға болады екен. Ол үшін Google Classroom платформасы мына жерден орнатып аламыз. Міне көрсетіліп тұр. Орнатып алғаннан кейін осы жердегі жұмысты бастаудың бастырмасын басамыз. Бастырмасын басқаннан кейін біз аккаунтты, өзіміздің мұғалім ең бірінші өзінің аккаунтын осы жерге жинақтап алады, жазып алады. Жазғаннан кейін біз енді ары қарата оқушылармен қалай жұмыс жасаймыз? Бұл жерде алдын ала оқушылармен бұның ерекшелігі біз сабаққа дайындалу барысында алдын ала, мысалы, сабақ десек те болады. Сынып жетекшілер мына жерге сынып жетекші сынып сағаты деп жазса да болады деген. Бөлім бойынша, мысалы, тақырып тұрады. Біз тарих болғаннан кейін, тарихшы болғаннан кейін, мысалы, Керей мен Жәнібек хандар жайында деп қойдым, деп тақырыпты жаздым. Келесі кезекте аудитория, енді аудиторияның орнына мен сыныпты жаздым. Себебі біз пән мұғалім ретінде 7-ші, 9-а осы жерге әркім өз сыныбын жазады. Сыныбын жазғаннан кейін астында мына өзіміздің пәнімізді жазамыз. Пәнімізді жазғаннан кейін енді келесі бетте мына мұғалімнің аты жөні осы жерге шығып тұрады. Мұғалім аты жөні шыққаннан кейін мына бастырманы басу арқылы сыныптағы барлық оқушылардың сабаққа қатысуын қадағалау барысында бірден сабаққа қатысып, осы сабаққа деген белсенділігін арттыру үшін мына жерде барлығы өзі белгі беріп тұрады екен. Енді келесі кезекте келесі бөлімінде осы сабағымыз бойынша міне тақырыптардың барлығы тұрады. Тақырыптарымыздың барлығы осы жерде алдын ала жазылып тұрғаннан кейін мына жерде осы тапсырмаларымыз тұрады. Яғни сабақ жоспарымызды папкаға алдын ала салып, сабақ жоспарларымызды оқушыларға таратылатын берілетін материалдардың барлығын папка арқылы жүктеп қоюға болады. Енді бұл программада жалпы тек қана берілген тапсырма бойынша жүктелген папка бойынша ғана жұмыс жасамайық, мына жерге жазсақ та болады. Міне, мысалы, Керей ханның туған жылы. Осы жерде жылдарды жазып, балдар енді қалай жауап береді? Мына жерде тұрған комментарий арқылы осы жерге өздерінің жылдарын, жалпы сұраққа байланысты берілген тапсырмаларды жазуға болады екен. Бұл платформаның ерекшелігі мұғалім үшін өте пайдалы, себебі біз өткен жолы 4-90-да WhatsApp арқылы сабақ өткен, WhatsApp желісі арқылы өткенімізде, тек қана біз сол сабақ болған кезде ғана тапсырмаларды жіберіп, сол кезде ғана дайындап отырдық. Ал енді бұл платформаның ерекшелігі алдын ала сабақтардың барлығын орындап, жасап, дайындап, өзіміздің аккаунтымызға сақтап қоюға рұқсат беріледі екен, болады екен. Келесі кезекте жұмысты ыңғайлы ұйымдастыру үшін сыныпта әрбір тапсырма мен әрбір оқушы үшін дискіде автоматты түрде папкалар құрылады. Ал оқушылар әрдайым тиісті бетте қандай тапсырмаларды орындау керектігін көре алады екен. Бүгінгі сіздерге осы Google Classroom платформасы бойынша жасалынған жұмыстың
жалпы телефон арқылы қалай жүктеу керек екендігін түсіндірдім. Және де менде осыдан кейін WhatsApp желісіне мен сіздерге жібере салайын, жіберетін боламын сіздерге. Бұның видеосын да жасап жіберген болатынмын. Назар қойып тыңдағандарыңызға үлкен рахмет сіздерге. Рахмет, Ульяна Абдуалиевна. Ибрагимова Ақбаян Алиайдаровна қазір мастер-класс көрсетеді. Қайда? Сіздермен әріптестер, бүгін сіздермен Camtasia'ға қалай сабақ жазамыз, соны көрсететін боламын. Ол үшін бізге не керек? Ноутбук керек. Ноутбукке орнатылған Camtasia бағдарламасы керек. Сосын кез келген телефонның наушнигі керек. Себебі ноутбуктың өзіне жай ғана дауысқа жазғанға ол дұрыс шықпайды. Сол үшін дауысымызды наушникпен жазамыз. Телефонның наушнигі болмаса да кез келген басқа бір үлкен наушниктер болады. Біз өзіміз тексеріп көрдік. Ең жақсысы өзіңіздің қолыңыздағы телефонның оригинал наушнигі. Мейлі ол Samsung болсын, iPhone болсын, басқа телефондар болсын, оригинал наушник болса, дауысыңыз өте сапалы шығады. Және сабақтың разработкасы, яғни таныстырылым презентациясы керек болады. Ал ендеше бастайық. Camtasia'ны 2 рет басып запускать етеміз. Бұл жерде сіздер қай пәннен сабақ беруге байланысты презентацияларыңыз әртүрлі болады. Мысалы, математика, физика пәндерінде экранға жазу жазамыз. Сондықтан қосымша планшетте керек болады. Мінекей Camtasia осылай қосылады. Сөйтемізде қараңыздар, запись экранға дейінді басамыз. Бізге экранның барлығын түсіру керек болады. Запись экрана деп басамын. Сол кезде менде мынандай бір терезе шығады. Бұл сол запись жасайтын терезе. Мына жерде веб-камера. Егер сіз өзіңіздің суретіңізді экранның бір шетінде тұрсын десеңіз, камераны қосасыз. Мен әдетте камераны өшіріп жазамын. Ал егер өзімнің түрімді көрсеткім келсе, сабаққа дейін немесе сабақтан кейін бөлек түсіремін. Ал енді мына аудионы тексерейік. Ол үшін мына кішкентай 3 бұрышқа бассаңыз, мен қазір сөйлеп тұрмын ғой, сол кезде дауыс микрофон істеп тұр. Жасыл болып, міндетті түрде тексеру керек. Себебі сіз бүкіл сабақты жазып болған соң, дауыс жазылмай қалса, еңбегіңіз аяға кетеді. Көрдіңіз бе? Міне микрофон, дауысым шығып тұр. Ары қарай жалғастырамын. Егер мына жерде сіз сөйлеген кезде ешқандай жасыл болып, сіздің дауысыңыз шықпай тұрса, ол жағдайда мүмкін сіздің ноутбугыңызда дауыс өшіп тұруы немесе мына жерде громко говоритель наушник кетіп тұр ғой. Сол жерге оң жаққа бассаңыз, міне осы жерде менюден сіз дауысты өзіңіз настройка жасайсыз. Біз қазір оған артық тоқталып отырмаймыз, бірден сабаққа өтіп кетеміз. Менде бәрі жақсы, мен сабақты жазып бастауыма болады. Бірақ ол үшін алдымен мен өзімнің презентациямды ашып алайын. Ол менде мына жерде. Міне. Мынандай окно шығады. Себебі Camtasia'ны установка жасаған кезде презентациямен қандай да бір байланысы болады. Осындай окноны жауып тастаймыз. Мен өзім жазатын сабағымның тақырыбын ашып аламын. Мен әдетте сабақ түсірген кезде, мысалы мына сабақ түсірген кезде презентацияның бетін ғана қолданамын. Сондықтан тек қана осы маңды ғана түсіріп аламын. Ал егер сіз презентацияңызды мына жерде пока слайда деп, сначала деп көрсететін болсаңыз, анимациялармен онда сіз мынандай толық экранды алуыңыз керексіз. Ол үшін сіз full screen дегенге бассаңыз, толық экранды алады, ал кастомға бассаңыз, бұл мінекей кішкентай экранды алады. Мұны сіз өзіңіз былай жылжыта бересіз. Көрдіңіз ба? Міне экран үлкен кіші болады. Мінекей әртүрлі. Мен әдетте үлкенге басып аламын да, сол үлкеннің өзін былай кішірейтемін.
Маған сол ыңғайлы. Себебі менде осы сабағымда ешқандай анимация жоқ. Презентацияда анимация жасауды білесіздер ғой, иә? Егер сабағыңызға анимация қоссаңыз, балаларға тіпті қызық болады. Ал менде есеп шығарамын, сондықтан осы сабаққа қажет емес. Мінекей өзіме қажет болған экранды қоршап алдым. Демек мен мына қоршалған жерім ғана түседі. Көрдіңіз ба? Сөйтемін де рек деп басамын. Рек деген ол начать запись деген жазуды бастау деген сөз. Мінекей бастадық. Бұл мінекей 3, 2, 1 деп ары қарай бастап кетеді. Сабақ жазған кезде сіздің өзіңіздің бөлмеңіз немесе сыныбыңыз болсын, ол тыныш болғаны жақсы. Мен әдетте бүкіл терезелерді жауып, тіпті сыртқы терезелердің, есіктердің бәрін жауып, мүмкіндігі барынша тыныш болуын қадағалаймын. Біздің сабағымыз жазылып басталды. Міне 39-40 секунды жазылып жатыр. Мынау маған кішкене кедергі болуы мүмкін, сондықтан былай қарай төменге түсіріп қоямын. Немесе былай сөйлетіп қойсаңыз да болады. Ол міне мына жерде қайтадан басып шығарып алсаңыз да болады. Себебі кей кездері сіз паузаға қоясыз. Сол кезде паузаны бассаңыз, сабақты түсірмей тоқтатып тұрады. Ал егер тіпті жазғаныңызды өшіріп тастағыңыз келсе, мына делетеге басасыз. Қазір біз делетке басып көрейікші. Не бізден сұрайды, қараңыз. Ай, өшіру, сен сенімдісің бе өшіруге деп сұрап тұр. Мен естесем өшіп кетеді, қазір 0 деп бассам, немесе мінекей паузаға басып қоясыз, сол кезде ары қарай тоқтап тұрады да, өзіңіздің мүмкін су ішіп аласыз, тағы бір нәрсені дайындап аласыз дегендей. Ары қарай жалғастырған кезде қайтадан мына паузаны басасыз. Кеттік, ары қарай түсіріп жатыр. Есеп шығарамын, сондықтан маған планшет керек. Ал планшетке міне планшеттің ручкасымен настройка жасап аламын. Осы жерден ластикті таңдаймын да, түсін таңдап, мінекей мен қазір өзіме әр сабақ түсіріп отырмын. Әр сол сабақты түсіріп отырғанымда сіздерге де түсіріп отырмын. Мен 2 Camtasia'мен жұмыс жасап отырмын қазір. Ал ендеше мен сабағымды бастаймын. Сәлеметсіздер ме балалар? Бүгін біз сіздермен ойша есептеу сабағына тағы да бір жаңа тақырып өтеміз. Ол тақырыптың аты 9-ға көбейту деп аталады. Алдыңғы сабақта айтып кеткенде балалар, біз ойша есептеу сабақтарында негізінен қарапайым әдістерді үйренеміз, иә? Бұл арқылы біз ойша есептеп үйренеміз. Ал қарапайым арифметикалық амалдарды ойша есептеп үйренгеннен соң, біз автоматты түрде математикадан қиналмай есеп шығаратын боламыз. Мінекей біздің сабақтарымыздың жалпы мазмұны 7, 8 және 9 сандарын азайту сабағын өтіп бітті. Бүгін сіздермен қарастыратын тақырыбымыз 9-ға көбейту сабағы. Назарларыңызға рахмет. Жақсы, рахмет. Галимова Бақытбековна. Сізге беріледі сөз кезегі. Сәлеметсіздер ме, құрметті әріптестер? Менің даусым естіліп тұр ма? Естіліп тұр, айта беріңіз. Қазір. Мен қазір презентациямды ашып алайын. Презентация көрініп тұр ма? Жоқ, әлі көрінген жоқ. Так. Шықты ма? Бақытбековна, ашыңыз презентацияңызды, көрінеді. Көрінеді, да? Қазір.
Көрініп тұр. Көрініп тұр, да? Так, пока слайды. Қазір 1 минут. Презентация ашылды ма, көрінді ма сіздерге? Маған көрінбей тұр жүрді. Ашылып тұр, көрініп тұр. Сөйлей беріңіз. Аха. Сәлеметсіздер ме? Менің аты жөнім Алимова Перизат Бақытбекқызы. Бүгінгі презентация мен қандай білім платформаларын білемін. Яғни осы каникул уақытында қандай білім платформаларымен таныстым. Яғни оның біріншісі онлайн мектеп платформасы. Яғни өздеріңіз де білетіндей, біз 4-ші тоқсанда білімленд контенті бойынша сабақтар өттік. Соның жаңартылған, өзгертілген формасы онлайн мектеп платформасын жіті бақылап қарап шықтым. Және дарын онлайн платформасы. Бұл платформамен де алдында жұмыс жасадық, және бұны да біз курс уақытында тағда жете меңгере түстім. iMектеп платформасы және Твик білім платформасы. Бұл жерде айта кететін Твик білім платформасында көптеген материалдар, ақпараттар, олар 3 тілде беріледі. Осы мәліметтерді 3 тілде бала меңгере отырып, басқа тілдерді де меңгеріп, және өзінің білімін дамыта алады. Келесі, қашықтықтан оқыту сабақтарын даярлауға арналған контенттер, бағдарламалар, қосымшалар. Яғни бұны барлықтарыңыз білетіндей Google Classroom бағдарламасы, Google Meet программасы, Zoom программасы барлығымыз пайдаланатын, Microsoft Teams программасы және Camtasia Studio қосымшасы және Bandicam программасы. Енді осы бағдарламалардың ішіндегі айтып кететінім сіздерге, бұл Bandicam программасы. Платформалар мен қосымшалардың тиімділігі, оның барлығын біз бәрімізде курстан өте жақсы меңгеріп шықтық деп ойлаймын. Енді осының ішінде Camtasia және Bandicam программалары немесе қосымшалары, бұл программалар арқылы бейне сабақтарды түсіруде анимациялық презентацияларды қолдана отырып түсіруге мүмкіндік береді. Сол жағынан осы Bandicam презентациясын сіздерге демонстрация жасап көрейін. Bandicam презентация программасы бұл жаңағы осылай шығады экранда. Енді Bandicam программасын біз экранға, мониторға орнатып аламыз. Google немесе Google Chrome'нан. Және ол Bandicam программасын ашып, сонда жұмыс жасаймыз. Яғни өзіміздің бейне сабағымызды түсіру барысында осы Bandicam программасы бізге көптеген мүмкіншіліктер береді. Балалармен байланыс орнатуда және сабақты тиімді өткізуге. Bandicam программасын орнатып алғаннан соң, оның ішіндегі настройка дейміз, немесе жаңағы құрылғылардың барлығын ретке келтіріп аламыз. Мысалға айтатын болсақ, бұл тышқан курсорды белгілеп аламыз. Және екінші микрофонды іске қосып аламыз. Одан кейін барып, камера. Камерада жаңағы көптеген мүмкіншіліктері бар. Мысалға алатын болсақ, расширение немесе үлкейту. Камераны бір шетке, мында әр жерге қоюға бізге мүмкіншілік береді. Осы камераны қойып алғаннан соң, сабағымызды начать запись деген арқылы түсіре бастаймыз. Сабағымыз түсіріп болғаннан кейін, оны біз қайдан көреміз? Оны біз мына жерде открыть папку ввода деген батырманы басқаннан соң, сол жерде түсірілген сабақтар тұрады. Осы сабақтарды біз балаларға жіберу арқылы, оны біз сабақта пайдалана аламыз. Жалпы осы Bandicam программасын мен айтар едім, өте сабақта пайдалану өте қолайлы деп. Және бұл Bandicam программасының құзыреттілігінің 3 санаты бар. Бұл видео жазуда, экранды дыбыспен түсірудің ең жақсы бағдарламаларының бірі, және видео жазуда басқа құрылғылардың, планшет, ноутбук, компьютерлер әлсіздігіне қарамастан жоғары өнімді жасауға бізге мүмкіншілік береді. Және сабақты тиімді әрі қызықты өткізуге болады. Көптеген дәрістер беруге болады. Жалпы осы Bandicam программасын менің пәнім бойынша, тарих пәні бойынша балаларға өте қызықты әрі жаңағы өнімді сабақты өткізуге мүмкіншілік беретін программаның бірі деп айталар едім. Зейін қойып тыңдағандарыңыз үшін рахмет. Келесі кезекті келесі әріптесіне беремін.
Рахмет, Фириза Платбекқызы. Теперь Вихрова Ирина Геннадьевна, вам слово. Метод объединения русского языка и литературы приветствует вас. Желаем всем здоровья, здоровья и здоровья. Рада вам сказать, что все русоведы прошли курсы по дистанционному обучению с отличием, поэтому имеем право дать вам некоторые советы. Хочу начать свое выступление такими словами Алвина Тафлера. Неграмотными людьми 21 века будут не те, кто не умеет читать и писать, а те, кто не умеет учиться и учить, и переучиваться. Это касается и детей, и нас, преподавателей. Итак, дистанционное обучение – это взаимодействие учителя и учащегося между собой на расстоянии, отражающее все присущие учебному процессу компоненты и реализуемые специфическими средствами. Если мы не можем изменить обстоятельства, изменим отношение к ним. Недостатки есть у дистанционного обучения, конечно, и это вы сейчас увидели. Мы о них постоянно говорим, но давайте сегодня настроим себя на позитив и поговорим о преимуществах. Дистанционное обучение позволяет снизить затраты на проведение обучения, экономия времени, нету сборов, времени в пути и так далее. Участник самостоятельно может планировать время и продолжительность занятий, проводить обучение большого количества человек, повысить качество обучения за счет применения современных средств, объемных электронных библиотек. Существует свободный график, особенно для медлительных детей. Отсутствие личного фактора в общении с преподавателем. Независимость от мнения окружающих, особенно это проявляется на стеснительных детях. Они стали более активными. Повышает самостоятельность, самодисциплину и самообразование. Отсутствуют лишние мероприятия, школьные линейки, дежурства, субботники и так далее. Родители могут участвовать вместе с детьми в учебном процессе, должны спрашивать о результатах у своего ребенка, а не кивать на недостатки учителя. В отличие от многих профессий, мы все-таки получаем регулярно зарплату. Это все плюсы. Не стыдись учиться в зрелом возрасте, лучше научиться поздно, чем никогда. Слова Эзопа. Так вот, дистанционное обучение дает нам возможность постоянно учиться. Следующий Дамиткен Денисовна. Добрый день, дорогие коллеги! Поздравляю вас с началом нового учебного года. Желаю вам самого главного в жизни – это здоровье и творческих успехов в работе. Свое выступление я хотела бы начать словами Ключевского. Чтобы быть хорошим преподавателем, нужно любить то, что преподаешь, и любить тех, кому преподаешь. Сейчас я вам расскажу о платформе Moodle. Moodle – это система управления курсами, также известная как система управления обучением или виртуальная обучающая среда. Представляет собой свободное веб-приложение, предоставляющее возможность создавать сайты для онлайн-обучения. Используя Moodle, преподаватель может создать курсы с содержимым в виде текстов, вспомогательных файлов, презентаций, опросников. Систему этого электронного обучения вы можете обучать и тестировать учеников со всего мира на расстоянии. Важную роль в платформе играют плагины, модули, которые помогают изменить дизайн и расширить функциональные возможности системы. Плагины разрабатывают участники сообщества Moodle
и по большей части они в бесплатном доступе. Сейчас насчитывается более 1500 плагинов. На сегодня Moodle – одна из самых популярных платформ электронного обучения. Она переведена более чем на 100 языков. Ею пользуются крупные университеты во всем мире. Какие же есть преимущества и недостатки? Преимущества. Основным преимуществом системы дистанционного обучения является возможность ее бесплатного использования. При этом функциональность системы дистанционного обучения не уступает коммерческим аналогам. Она распространяется в открытом исходном коде, что позволяет адаптировать ее под специфику задач, которые должны быть решены с ее помощью. Встроенные в систему дистанционного обучения Moodle средства разработки дистанционных курсов позволяют снизить стоимость разработки учебного контента и решить проблемы совместимости разработанных дистанционных курсов и СДО. Также преимуществом системы этого дистанционного обучения следует отнести легкость инсталляции, а также обновления при переходе на новые версии. Какие же недостатки при этой системе? В системе не предусмотрены группы уровня сайта, далее учебные группы, что делает это очень сложным. Группы не существует для управления. Группы существуют не для управления правами доступа к курсам, а для разделения групп, чтобы одни ученики не видели активность других. Группы создаются внутри класса и не могут быть перенесены в другие. Спасибо за внимание. Нурпеисова Набира Юсуповна. Ее надо подключить. Добрый день, дорогие коллеги. Слышно меня? Слышно, слышно. Добрый день. Слышно? Слышно, это верно, здесь Виктор. Да, да, слышно. Мы слушаем вас. Добрый день, дорогие коллеги. Набира Юсуповна, если Виктор. Доброго времени суток, дорогие коллеги. Свое выступление я хочу начать со слов Альберта Эйнштейна. Я никогда не учу своих учеников.
Я только даю им условия, при которых они могут сами учиться. Дистанционное обучение как раз дает возможность учащимся самостоятельно вникать во все проблемы учебного процесса. К вашему вниманию предоставляю обзор ресурса дистанционного обучения Google Classroom. Где найти приложение Google Classroom? Найти Google Classroom достаточно просто. Для этого откройте браузер Google Chrome. И приложение там указывается Classroom. После открытия вы попадете в Google Classroom, где можно начать создавать свой курс. Или вы найдете учебные курсы. При создании и организации курса вам будут достаточно доступны 3 основные вкладки. Лента задания пользователей. В ленте собирается и отображается актуальная информация по курсу, учебные материалы, объявления, задания. Вкладка задания позволяет добавить учебные материалы в курс и распределить задания по темам и необходимой последовательности. Пользователи будут в список обучаемых. Главная страница Google Classroom. При создании объявлений преподаватель может добавить различный материал, прикрепить файл, добавить файл из Google диска, опубликовать ссылку на видео с YouTube или дать ссылку на внешний сайт. Учащиеся могут просматривать объявления и комментировать их. Весь загруженный материал в ленте курса помещается в папку курса на Google диске. Увидеть папку можно во вкладке «Задания». Приглашаем учащихся на курс. Добавление учащихся к курсу. Папка с учебным материалом на Google диске. Просмотр заданий, которые выполнили ученики. Проверяем домашние задания. Преимущество сервиса: настройка создаваемого курса несложная. Есть возможность проверять знания слушателей, бесплатность и доступность. В сервисе нет рекламы. Можно пригласить до 20 преподавателей для проведения учебного курса. Хранение всех материалов курса на Google диске, в том числе заданий, выполненных учащимися, возможность коммуникации между преподавателем и учениками, между учащимися. Учащиеся могут посматривать задания, оставлять свои комментарии и задавать вопросы преподавателю. Google Classroom имеет интеграцию с Google диском, документами, календарем, формами и Gmail. Спасибо за внимание. Алдашева Нагуль Шахмаровна. Добрый день, уважаемые коллеги. Сегодня я хочу рассказать о ресурсе ОПИК. Принцип работы очень простой и не требует дополнительной регистрации в интернете. Открываем Google, набираем ОПИК, класс и предмет. Я беру русский язык, русская литература, 6 класс. На экране появляется тема уроков. Еще одним плюсом данного ресурса является то, что темы в основном совпадают с учебной программой и трансляцией видеоуроков по телеканалу Ель-Арна, что дает возможность учащимся лучше понять и закрепить свои знания при изучении новой темы. Мы выбираем тему урока. Открывается урок, где учащиеся могут ознакомиться с целями урока, с теоретическим и текстовым материалом для дальнейшей работы. Что очень важно, все задания даны по таксономии Блума, от простого к сложному. И учитель может выбрать задание в зависимости от уровня успеваемости класса. Очень много творческих заданий и заданий
на исследовательскую деятельность, что дает учащимся выполнить задание самостоятельно, изучая дополнительную литературу. Также у учащихся развивается критическое мышление. При выполнении заданий учащиеся могут сделать самопроверку, поскольку можно сразу проверить и узнать свои правильные и ошибочные ответы. Мы видим, что правильные ответы горят зеленым цветом, неправильные выделены красным цветом. Исходя из этого, учащиеся могут вернуться, доработать свою работу и еще раз повторить теоретический материал. Спасибо за внимание. Дальше продолжит Кажекова Ватагос Балатхановна и новый член нашего коллектива Данышпанова Асель Кашигаевна. Здравствуйте, уважаемые коллеги. Мы учителя русского языка. Ужекова Бутагос, Данышпанова Асель. Хотели представить вашему вниманию одну из новых платформ дистанционного обучения My Own Conference. Хотелось бы отметить преимущества этой платформы. Во-первых, участникам не требуется скачивать приложение, лишь открыв браузер, зарегистрироваться. Во-вторых, сервис позволяет проводить встречи на любом устройстве, будь то компьютер, либо мобильный телефон. Можно создать сетку вещания, вебинаров, которые включаются сами по заданному расписанию, загружать ролики с YouTube, свои видеоролики или видеоуроки и презентации. В прямой эфир можно привлекать несколько ведущих, приглашать и формировать порядок выступлений, включать и отключать камеры. Также имеется мгновенная обратная связь и общение в онлайн-чате. Текстовый чат. Здесь можно привлекать большое количество участников, которые могут обмениваться сообщениями, что позволяет ведущим получать обратную связь и влияет на ход эфира. Можно сделать красивой и интересной свою презентацию и показать документы, которые повысят эффективность и выступления на 30%. Поскольку мы отметили о многих положительных качествах данной платформы, здесь можно следить еще за результатами и прогрессом учеников, оценивая их знания. Значит, мы здесь можем еще тестировать участников. Также есть возможность записать приветственное видеосообщение для будущих участников. Через свой личный кабинет можно настроить отправку приглашений и напоминания зарегистрированным участникам. Также можно произвести запись вебинара, так как не все участники могут быть на связи в назначенное время. Во время нарушения правил на вебинаре либо некорректного поведения одного из участников можно сделать временные предупреждения или внести нарушителя в черный список. Спасибо за внимание. Нам было очень приятно представить данную платформу и поделиться приобретенными знаниями. Всего хорошего. До свидания.
Страх перед неизвестным и боязнь новых технологий не должны останавливать человека на пути своего развития. Учителя имеют возможность выбирать из огромного количества интернет-ресурсов наиболее удобные и комфортные для них. Итак, вы прослушали все рекомендации по дистанционному обучению от русоведов. Сделаем вывод. Самое доступное для учителя и ученика и удобное в применении для обеих сторон – это платформа онлайн-медтеп. ОПИК – ресурсы, удобные для самообразования. Очень много творческих заданий для развития критического мышления учащихся и полностью совпадает с учебным планом. Google Classroom – бесплатность и доступность, нет рекламы. Можно пригласить до 20 преподавателей для проведения учебного курса. Позволяет проводить интегрированные уроки. Хранение всех материалов курса, в том числе заданий, выполненных учащимися. Удобная организация работы. Ну и, конечно, наш любимый Кунделик. Так что будем учить и учиться. Иди по жизни так, будто впереди всегда есть чему научиться, и ты точно это сможешь сделать. Спасибо всем за внимание. Бүгінгі тарих және орыс тілі мен әдебиеті пән мұғалімдеріне алғысымызды айтамыз. Сіздерге сәттілік. Огромное спасибо учителям, которые сегодня выступили. Всем